Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен қаламқас өте қатпарлы әрі керемет болып шығатын қаттамамның рецептімен бөлісетін боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Ал ендеше бастаймыз. Ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды, сосын кішкене сұйық майымызды құйып, тұзымызды, қантымызды, дрожжымызды салып, ұнелегіштен ұнымызды өткізіп, бірден ұнды сап жібермеңіздер, аз-аздан салып, жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Аз-аздан салып, ұнелегіштен өткізіп, ұнымызды өткізіп, илеп, қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Сосын жарты сағатқа қамырымызды тындырып қоятын боламыз. Қамырымыз жарты сағатта тынып шықты. Енді біз бұны 4 бөлікке бөлеміз. Менде осы неден 4 қаттама шықты осы рецепт бойынша. 4 бөлікке бөліп, бетін жауып қойып қоямыз. Ал енді қаттаманың арасына жағатын майымызды дайындап аламыз. Мен тоғмай мен сармаймен екеуін араластырып, соны жағатын боламын. Тоғмаймыз, сосын сармайымызды салып, жай отта екеуін ертіп алатын боламыз. Қамырымызды жаямыз, жайлап, шет-шетінен бастап, бір тегіс етіп, ұнның көмегімен, өте жұмсақ болады, ұнның көмегімен жайлап, жұқа қылып, қамырымызды жайып аламыз. Өте жұмсақ болады, нәзік қамырлардың бірі. Қамырымыз ұнның көмегімен жұқа етіп, жайып алыңыздар. Мен 4-еуінде жайып, сосын жайып алдық. Мұны қараңыздар, жұқа. Енді сұйық майымызды, бағанағы майымызды, еріп болған майымызды енді бір тегіс етіп жағып шығамыз. Бұны бір тегіс етіп, кішкене майымыз қаттау деген кезде оқтаудың көмегімен орайтын боламын мен. Бір-бір зуаладан істеймін. Оқтаудың көмегімен орап алсаңыздар, қатпарымыз өте керемет, әрі арасы таза пісетін болады. Бұл қаттамамызды оқтаумен орап болған соң, оқтаудың кесіп болып, тағы да ортасынан қамырды тағы да орайтын боламыз. Сосын тағы да бірінің үстіне бірін қойып, дөңгелек етіп, орап шығыңыздар. Мен видеоның тез-тез болу үшін тоғмайымыз онша ермей қалды, қатпай қалып қамырымды орап алдым. Сіздер тоғмайымыз сәл қатқаннан кейін оқтаудың көмегімен орап алсаңыздар, қаттамамыз одан да әдемі болып шығады. Өте жұқа емес, өте қалың емес, орташа етіп жайыңыздар. Бұны мен табада, газге емес, мен духовкада пісіретін боламын. Духовкада пісірсеңіздер өте әдемі болады. Табамызға кішкене майымызды жағып жіберіп, сосын қамырымызды салып, бетіне жұмыртқамызды жағып, нан шұқығыштың көмегімен кішкене шұқып шықтым, ісіп кетпеу үшін. Міне қараңыздаршы, қаттамам өте керемет, әрі қатпарлы болып шықты. Міне арасы да өте әдемі болып шығады, жұмсақ, әрі қатпарлы қаттама. Сіздер де жасап көріңіздер. Ал ендеше сау болыңыздар.